Құрметті достар, жаңа алдындағы сұрақ бар ғой. Біз самолетке мінгеннен кейін уже ары қарай қолымыздан не келеді аман жетуіміз үшін? Біздің қолымыздан ештеңе келмейді. Хоть самолет шайқалсын, аударылсын, айналсын, погода өзгерсін, не істесек те біздің қолымыздан ештеңе келмейді. Только бірақ нәрсе, ол біздің қолымыздан Алладан дұға. Дұға ғана келеді, болды. Дәл солай, ертең менде сондай күн болады, Алла қаласа. Мен жолға шығамын и Алладан дұға ғана тілеймін. В общем, риск қой былай айтқан кезде. Бұйыртса соған бір настроимды қойып, көңіл күйімді қойып, соған дайындалып жатқан жайым бар. Өзіме мына әдемі бір блокнот сатып алдым, то есть жазып алдым деппін ғой. Енді бұйыртса осыған мен армандарым жазам, и потом пландарым жазам. Алла қаласа. Мен білесіздер, сабақ өтіп отырмын ғой, идеал күн деген. Мен негіз кешігіп қалғам. Мен 5-ші сабаққа келдім, ал олар 10 сабақ уже өтіп кеткен. Алдыда сәл түсінбей жатқаным бар, енді бірақ та ілініп, салынып бір үйреніп жатқандарым бар. Ал мынау детальдар маған керекті. Негізінде блокноттарым бар еді, дәптерлерім бар. Бірақ та арнайы сол сабаққа дұрыстап көңіл бөлу үшін мен сол сабаққа арнайы деп осыны сатып алдым. Өзімде блокнот болып тұрса да. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін шашалдыруға баратырмын. Шашалғаннан кейін киімдерді реттеу керек. Потом ертең бір күшті жерге барайын деп тұрмын. Алла қаласа ертең, таңертең білетін боласыздар оны. Пока интрига. Мен деген страшно ерте келіп аппын. Кешіккенін ұнатпаймын. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Қайырлы таң. Мына жаққа кім келді десеңіздер, Ерасыл мектебінде ән айтатын болып кеткен ғой. Сонымен 9 майға тағы да әнін жаздыруға Нұртасқа келдік. Қалайсыздар? Қош көрдік. Міне Нұртастан уже екінші ән жазғызып жатыр. Нұртаспен әңгімелесіп қалдық сонымен ана жерде. Сөйтіп әңгімесін сұрап біліп алдым, Нұртастың өсегін айтып жібересіздерге. Қызымен барлығы бірге екен, акасы табысқан екен. Алдында бір сторис көріп қалдым, кішкене айырылысып кеттік деген сияқты ма, сөйтсем? Барлығы жақсы ма? Маған айтып екен, айырылысқандарын самай қойыңдаршы деп. Еще маған серьезно айтады ғой, болды бәрі бітті деп. Алдында сен жазғандарын скрин жасап сақ қойын дедім, қойып. Өте ғой сен жазғандар. Тойдың ауылы алыс па, жақын ба? Не деп жатыр прогноздар? Қатты алыс емес шығар, уже болды ғой. Қаратөбеде той қойын деп жатыр ма? Ойбай, Исаевта жүріп тойлап жүріп Көз жүретінде шақырасың ба біз тойға? Көршіңмін ғой мен сені. Барайық деп тұрған шақырып жатса. Соңғы өсектер осындайым, Нұртастың студиясындағы. Әнімізді жазғызып алып, бала шағамызбен кетіп бара жатырмыз енді. Давай Жансыл. Ал үйге келіп, батырымды құшақтап жатырмын. Батыр екеуміз әңгімелесіп жатырмыз. Бұл кісі үйісіп менің кеудеме жатады, рахат. Біздің кеуде бұл кісіге диван. Той әдем өтті, абыроймен атқалаға Аллаға шүкір. Альхамдулилля. Қайырлы күн баршаңызға. Қайырлы күн баршаларыңызға, қалдарыңыз қалай? Біз енді Құдай қаласа үйімізде қонақтарды шақырып бастап жатырмыз. Бірінші енді өзімнің класстастарымнан, өзімнің жора жолдастарымнан бастайын деп жатырмын. Сондықтан бүгін енді қазір продукттарға алып келдік міне. Қазір сіздерді жайғастырайын. Азар жерін бәрін шашып жатыр. Иә. В общем, сол. Мынаған көңіл аудармай қойыңыздар, жаңа бір нәрсе пятна тиіп кетті, соны жуа салдым. Қазір сәлгейдің кеуіп кететін шығар. В общем, сол. Кешке давайте қызық стористер күтіңіздер. Класстастарым сағатын боламын. Былай дайректің бәрі әңгіме болады ғой, не болып жатыр. Білмеймін, өзім білмедім. Өзім түсініп жатқан жоқпын, не болып жатқанын шыны керек. Мен машинаның дүрлігімен жүрмін, ана жақта ол кісі білмеймін не болып жатыр. Көреміз. Шынымен не айтарым білмеймін, короче.
Қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сториске сөйлеп шықпадым. Қазір давайте дәл қазір ойнатып жіберем. Примерно бір 5-10 минуттың ішінде. Так что тезірек үлгеріп қалыңыздар. Қайырлы күн достар, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Айтқымыз кеп тұрғаны бүгінгі ұлттар күні бәріңізге құтты болсын. Біз үйдеміз, в общем, қазір обед түскі тамақ ішейін жатырық па? Сондай болатырық. Сол күндеріңіз сәтті өтсін, аман болыңыздар.